кез келген адамның өсіп өніп, екі дүниеде де бақыт пен жетістікке жетудің бір айқын кепілі бар. Ол орта. Мұсылманша айтқанда жамағат. Жұма намазынан басқа қаншалықты жиі мешітте жамағатпен намаз оқып, мұсылман бауырларыңызға көңіл бөліп, олардың қал жағдайын сұрап араласасыз. Осы сұраққа өз-өзіңізге шынайы жауап беріп, болашағыңыз, яғни ақыретіңіз қандай болатынын болжай аласыз. Неге дейсіз ғой? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисіне сәйкес адам досының дінінде болады. Араласатын достары нені дұрыс, нені бұрыс көрсе, адам да уақыт өте келе соны ұстана бастайды. Егер айналаңыз көбінесе дәрігерлерден немесе кәсіпкерлерден тұратын болса, сіз де бір күні сол мамандықтың иесі болып кетуіңіз ғажап емес. Дәл сол сияқты сіздің достарыңыз істеген істерінде, құрған мәмілесінде ақыретті көздеп, Алланың разылығы үшін амал ететін болса, сіз де сондай салихалы адамдардың бірі болуыңыздың ықтималдылығы арта түседі. Егер достарыңыз сізге үнемі болысып, керек кезде жаныңыздан табылып, сізді тек игі істерге шақырып, және олардан тек жақсылық күтетін болсаңыз, болашағыңыз Құдай қаласа жарқын болатыны сөзсіз. Ал керісінше, араласатын адамдардан еш жақсылық күтпесеңіз, онда ортаңызды тез ауыстыру керектігінің айқын белгісі. Рамазан айы иманды күшейтіп, мінезді көркейтетін керемет кезең. Ал оның бірден-бір тиімді құралы жақсы орта қалыптастыру. Жақсы дос хош иісті әтірлерді сататын адам секілді. Одан әтір сатылмасаңыз да, ал жаман дос темір ұстасы секілді. Жамандық ойламаса да, оттың ұшқындары киіміңді күйдіреді деген ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі айтқан сөзіміздің айқын дәлелі. Мұсылман үмметінің мықты болуының кепілі бірлікте болу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандар бір-бірін тіреп тұратын құрылыс ғимаратының бөліктері секілді. Мысалы, мынау сіз. Ал мынау болса мұсылман бауырларыңыз. Егер де біз ауызбіршілікте өмір сүретін болсақ, ислам ғимараты осылай бой көтере бермек. Ал егер де әрқайсымыз араздасып, ортаға фитна кіретін болса, ертелі-кеш ислам ғимараты әлсіреп құлдырайтыны сөзсіз. Ауызбіршілікте болайық ағайын. Мұсылман үмметінің мықтылығы ауызбіршілікте. Бірге болайық ағайын. Тағы да айтарымыз, егер бауырларыңызбен, достарыңызбен араздасқан болсаңыз, кеш болмай тұрғанда тез-тез татуласып алыңыз. Себебі мұсылмандарға 3 күннен артық бір-біріне ренжісіп ұрсуға болмайды, еш болмайды. Оған қоса қасиетті Рамазан айы татуласып бірігудің таптырмас кезеңі. Бірінші болып кешірім сұрап татуласқаныңыз үшін Алла тағала дәрежеңізді арттырып, мол сауаптан жазсын.